Бүгінгі видеода Қазақстандағы ең қымбат деген топ 3 университетті айтатын боламыз. Қазіргі таңда бұл университеттің құны 11 миллионнан жоғары болып тұр екен. Бұл университетте тек қана байдың балалары оқиды. Университеттермен салыстырғанда осы мамандықтар осы университетте 3-4 есе қымбат болады. Кәдімгідей шок болдым. Сіздер де бұл цифрларды көргенде шок боласыз деп ойлаймын. Себебі бұл университетте оқу ақысы қазіргі таңда кем дегенде 7 миллионды құрап отыр екен. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей мамандық таңдау мектебі және мен Санель. Негізі әр жыл сайын мектепті 11 сыныптан шамамен 100-120 мың түлек бітіреді. Және де сол бітірген түлекпен қосымша КТА тапсырған түлектерге әр жыл сайын 50-60 мың грант бөлінеді. Мысалға 2020-2021 жылғы оқу жылына 53.864 грант бөлінген болатын. Яғни статистикаға қарап тұрсақ, бітірген түлектің тек қана жартысы ғана грантқа түсіп, яғни жоғарғы оқу орнына түсіп, тегін оқи алады екен. Соған байланысты көптеген түлектер ақылы бөлімге түсуге мәжбүр болады, және де кейбір түлектер тіпті ентіға аса қатты басынан бастап дайындалмай, бірден ақылы бөлімге түсуге бел болады. Негізі біз әрбір мамандықтар туралы видео түсірген кезде грантқа түсу мүмкіншілігі туралы айтатын болсақ, бүгінгі видеода мен керісінше ақылы бөлім туралы сөз қозғағым келіп отыр, себебі бұл тақырып көптеген жалпы оқушыларға қызық екен. Сонымен бүгінгі видеода Қазақстандағы ең қымбат деген топ 3 университетті айтатын боламыз. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарап көріңіздер, себебі сіздер реально шок боласыздар. Көптеген миллиондаған цифрларды айтатын боламыз. Және де видеоны бастамастан бұрын біздің Telegram каналымызға әлі күнге дейін тіркелмеген жандарға тіркелуді ұмытпасын деп айтқым келіп отыр. Себебі егер де сіздер өздеріңіздің мамандықтарыңыз туралы ақпараттарды таба алмай жүрсеңіздер, өзіңіздің қалаған мамандығыңыз қанша балл жинау керек, қандай университет оқытады деген секілді ақпараттарды білмей жүрсеңіздер, Telegram каналымызға, тегін Telegram каналымызға тіркеліп алсаңыздар, сол жерден барлық ақпаратты алып, өзіңіздің мамандығыңызды таңдай аласыздар. Сонымен Қазақстандағы ең қымбат оқу орындарын білейік. Оқу ақысы ең қымбат университеттің алғашқысы ол КИМЭП, яғни Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты. Бұл институт 1992 жылы Алматы қаласында алғашқы президентіміз, яғни елбасының қолдауымен, жарлығымен ашылған болатын. Қазіргі таңда бұл университетте 2000-нан аса студент әр жыл сайын оқып жатыр. Және де бұл университеттің бір үлкен плюстарының бірі ол оқытушы, яғни мұғалімдердің өте білікті маман иелері болып саналғаны, яғни педагогический состав, орысша айтқанда өте мықты. Қазір бұл университетте 158 мұғалім, яғни оқытушы студенттерге білім беріп жатыр. Соның ішіндегі 68-і ол PhD докторы дәрежесіндегі иелер болып табылады. Және де көптеген мұғалімдері, яғни оқытушылары Америка құрама штаты, Ұлыбритания, Европа, Канада, Корея деген секілді елдерден арнайы шақыртылып, жұмыс жасап жатқан маман иелері, яғни бұл университеттің айтып кеткенде үлкен плюстардың бірі ол мықты маман иелерінің сабақ беруінде. Енді университетте оқытатын мамандықтарға тоқталайық. Экономика, журналистика, мемлекеттік және жергілікті басқару, халықаралық қатынастар, менеджмент, маркетинг, есеп және аудит, құқық, халықаралық құқық, екі шет тіл, аудармасы, ақпараттық желі және де когнитивті ғылымдар деген секілді мамандықтарды оқытып, осы мамандықтар бойынша жақсы маман иелерін шығарады. Енді бұл университеттің мамандықтарының оқу ақысы туралы айтайық. Жалпы сіздер бұл университетте оқысаңыздар, белгілі бір бакалавр деңгейін бітіріп, дипломыңызды алу үшін сіз 146 кредитті толықтай жабуыңыз керек. Яғни ол 4 жылда жабасыз ба, немесе 3 жылда жабасыз ба, немесе 3,5 жылда толықтай жапсаңыз, сіз өзіңіздің дипломыңызды аласыз. Және де әрбір кредитке сіз төлеуіңіз керек болады. Яғни қазіргі таңда бұл университетте бір кредит 80.170 теңге құрайды. Ал сіз өзіңіздің дипломыңызды алып шығу үшін 146 кредит, яғни пәндеріңіз бойынша 146 кредитті оқып жабуыңыз керек. Яғни 80.170-ті 146-ға көбейтсеңіз, қазіргі таңда бұл университеттің құны 11 миллионнан жоғары болып тұр екен. Яғни сіз КИМЭПті оқып маман иесі болуыңыз үшін 11 миллион теңгеден жоғары ақша төлеуіңіз керек болады. Барлық университеттегі студенттер секілді сіз 4 жылда оқуыңызды бітірсеңіз, яғни айтып кеткен 11 миллион 704 мыңды 4 жылға бөлсеңіз, сіз әр жыл сайын осы университетте оқу үшін 2 миллион 926 мың теңге төлейді екенсіз.
Және де айтып кеткендей, бағанағы мамандықтардың барлығында осы баға бірдей. Яғни барлық мамандықтарда жылына сіз 2.926.000 теңгені төлеуіңіз керек болады. Және де қарап тұрсаңыздар, орташалағанда, бір сөзбен айтқанда, бір 3 миллион теңгені жылына төлеуіңіз керек болады. Негізі мүмкін сіз айтуыңыз мүмкін, өте қатты қымбат емес деген секілді. Бірақ бұл мамандықтар, мысалға СДУ университетінде шамамен 500 мың мен 800 мың теңгенің арасында құралады екен. Яғни басқа университеттермен салыстырғанда осы мамандықтар осы университетте 3-4 есе қымбат болады. Сол себепті де көптеген адамдар мен алматылық студенттердің арасында бұл университетте тек қана байдың балалары оқиды деген стереотип, яғни термин қалыптасып қалған екен. Екінші қымбат университеттердің біріне КБТУ-ды жатқызып отырмыз, яғни Қазақ-Британ техникалық университеті. Бұл университетке біз тіпті обзорда түсірген болатынбыз. Егер де көрмеген жандар болса, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Сонымен кішігірім бұл университет туралы айтып кетейін. Бұл университет 2001 жылы құрылған болатын. Қазіргі таңда тек қана Қазақстан бойынша емес, әлем бойынша да кішігірім өзін мойындатқан университет десек болады. Себебі бұл университетте мұнай-газ сферасындағы және де ақпараттық жүйелер сферасындағы экономикаға қатысты мамандықтарды үздік оқытатын жоғарғы оқу орындарының қатарына кіреді. Және де негізі ақшаң болса қалтаңда, талтаңда деген сөз емес, яғни тек қана ақшаң болса болды, мен айтылған университеттердің барлығына түсіп кете алам деген сөз емес. Барлық бүгінгі видеода айтылып отырған университеттерде де ақшаңыз болса да сіздерге белгілі бір талап та бар. Яғни бүгінгі видеода айтылған барлық жоғарғы оқу орындарында жалпы талап етілетін алғашқы қағида, ол сіздің ақшаңыз қанша болса да ақшасын төлеп тұрсаңыз да, бірақ егер де сіздің ағылшын деңгейіңіз белгілі бір дәрежеде болмаса, ол кезде сізді бұл университеттерге жалпы алмайды. Яғни айтылған университеттерде оқуға түсу үшін сізде кем дегенде IELTS деңгейі 5-6-ның аралығында болу керек. Енді бұл университетте оқытатын мамандықтарға тоқталайық. Мұнай газысы, геология, автоматтандыру және басқару, ақпараттық жүйелер, химиялық технология, органикалық заттардың химиялық технологиясы, математикалық және компьютерлік модельдеу, математика және статистика, теңіз техникасы, технологиясы, ақпараттық жүйелер, экономика, қаржы, менеджмент, маркетинг, есеп және аудит деген секілді мамандықтарды оқытып, осы мамандықтар бойынша маман иелерін жалпы дайындайды екен. Енді айтылып кеткен мамандықтардың оқу ақысы туралы айтып кетейік. Жалпы бұл университетте басқа университеттерден көрі салыстырған кезде әрбір мамандықтың оқу ақысы әртүрлі. Мысалға, қаржының ақысы мүлдем басқа, мұнай-газ ісінің мамандығының ақысы мүлдем басқа деген секілді. Жалпы бұл университетте оқып, дипломыңызды алып шығу үшін сіз 240 кредитті жабуыңыз керек, және де әрбір мамандықтың кредиті әртүрлі. Мысалы, математика және статистика мамандығының кредиті 23 мың теңге болатын болса, мұнай-газ ісінің мамандығының бір кредиті 33 мың теңге болып табылады, ал қаржы, экономика деген секілді мамандықтардың кредиті, бір кредиті 37 мың теңгені құрайды екен. Сонда математика және статистика мамандығы жылына 1.440.000-ның үстінде болса, мұнай-газ ісінің мамандықтарының жылына ақысы 1.980.000-нан болса, ал қаржы, экономика, маркетинг секілді мамандықтар жылына 2.220.000 теңгені құрайды екен. Жалпы 4 жылға 8.780.000 теңге ақшаны құрайды. Сөйтіп, осындай миллион ақшаларға байланысты КБТУ университеті жалпы біздің тізімдегі қымбат университеттің қатарына кіріп отыр. Қазақстандағы ең қымбат университеттің соңғысына да келіпті. Жалпы бұл университет, айтылатын университет шынымен деп қымбат болайын деп отыр. Себебі бұл университеттегі оқу ақысын көрген кезде, мен цифрларды көрген кезде кәдімгідей шок болдым. Сіздер де бұл цифрларды көргенде шок боласыз деп ойлаймын. Себебі бұл университетте оқу ақысы қазіргі таңда кем дегенде 7 миллионды құрап отыр екен. Жалпы бұл университет Назарбаев университеті. Қазіргі таңда бұл университет гуманитар бағытындағы және де ғылыми бағытындағы мамандықтарды оқытады. Гуманитарий бағытында мамандықтарда негізі оқу ақысы жылына 7.467.000 теңгені құрайды екен. Ал ғылыми бағытындағы мамандықтарға студент оқу үшін кем дегенде 9.039.000 теңгені төлеу керек. Яғни қарап тұрсақ, бір мамандыққа 4 жыл оқуға студент 36 миллионнан жоғары ақша төлейді екен. Және де осы цифрларды көрген кезде менде бір кішігірім ой туды. Яғни Қазақстанда жылына 7-9 миллион теңге ақша төлеп оқығаннан көрі,
бұдан да күшті университеттерге, бұдан да арзандау шетел университеттеріне оқыған әлдеқайда дұрыс емес па деген секілді ой түйеді. Жалпы әркім бұл туралы әртүрлі ойлайды, бірақ менің ойым жалпы бұндай ақша төлегенше шетелде оқып қайтқан жақсы деп ойлаймын. Сіздердің ойларыңызша қалай? Шетелде оқыған дұрыс па, әлде бұндай ақша төлеп Қазақстанда оқи берген дұрыс па? Міндетті түрде комментарийға жазып, өз ойларыңызды бөлісіп кетіңіздер. Сіздердің де ойларыңыз маған құнды болмақ. Бірақ ескеретін факт, Назарбаев университеті шынымен де Қазақстандағы үздік университеттердің қатарына кіреді. Бұл университеттегі бітіріп шыққан түлектер Қазақстандағы мықты компанияларға жұмысқа тұрады. Әлем бойынша Google, Booking, Microsoft деген секілді компанияларға жұмысқа тұра алады деген секілді үлкен мүмкіншіліктер бар. Және де осы қымбат университеттердің қатарына кішігірім қымбат университеттер, яғни Қазақ ұлттық университетін, яғни Әл-Фараби атындағы ИНУ университетін және де Алмай университетін кіргізгім келіп отыр. Себебі бұл университеттерде оқу ақысы кем дегенде миллион теңгені құрайды. Ал ең жоғарғылы 1.500–1.600.000 теңгені құрайды. Мысалға, Қазақ ұлттық университетінде ең арзан оқулар ол химия, және де биология, геология деген секілді мамандықтар ол миллион теңгені құраса, заңгер мамандығын оқу үшін студент 1.600.000 теңгені төлеу керек болады. Сонымен достар, бүгін біз Қазақстандағы ең қымбат жоғарғы оқу орындар, университеттер туралы айтқан болатынбыз. Бұл ақпарат сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Бұдан бөлек осы видеоны түсіре отырып, маған не себепті Қазақстандағы қымбат мамандықтар туралы айтпасқа, яғни бүгін біз тек қана университеттерге тоқталсақ, енді әрбір мамандыққа тоқталсақ деген ой қалыптасты. Егер де сіздер осы тақырып қызықты болса, яғни Қазақстандағы ең қымбат оқу ақысы, қымбат мамандықтар тақырыбында видео шығарсын десеңіздер, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Біз сіздердің комментариядағы белсенділіктеріңізге байланысты, егер де шынымен де өте жақсы белсенді болсаңыздар, сол тақырыпта видеоны шығаратын боламыз. Достар, сонымен бүгін бізде осындай кішігірім қызықты ақпараттарға толы және де цифрларға толы видео болды. Сіздерге бұл видео қызықты болды деп ойлаймын. Егер де ақпарат құнды болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.